Хабарымызды жалғастырамыз. Биыл жерлесіміз жазушы Всеволод Ивановтың туғанына 130 жыл толды. Айтулы датаға орай Аққулы ауданының кітапханасында ауқымды шара өтті. Оған біздің арнаның түсірілім тобы да куә болып қайтты. Аудандық кітапханадағы шара сан түрлі өмірдегі дәуір атты тақырыпта ұйымдастырылды. Кеңес әдебиетінің бастаушыларының бірі драматург, журналист Всеволод Иванов 1895 жылы 24 ақпанда Аққулы ауылында дүниеге келген, ал 1963 жылы Мәскеуде дүниеден озған. Орыс ақыны Сергей Есенин жерлесіміз туралы Иванов Сібірді өзінен бұрынғыларға қарағанда басқаша суреттеді және Моңғолияның ерекше жабайы сұлулығын бізге бірінші болып көрсетті деген екен. Сондықтан мектеп оқушылары мен музей қызметкерлері жиналып, жерлестерін еске алды. Бұл шараны өткізудегі мақсатымыз жерлесіміз туралы аз мәліметті оқушыларға қызықты етіп жеткізу, музей қызметкерлері өздерінің қолда бар барлық жәдігерлерін әкеліп, біздің осы оқушыларымызға біздің жерлесіміздің ұстаған заттарын, пайдаланған заттар туралы ақпараттарын берді. Оқушылар өз білгендерін айтты. Кітапхана мамандары өз осы балаларға қызықты ақпараттарын ұсынды. Енді бұл осы мерекелік мерейтойлық 130 жылдық мерейтойына арналған шарамыз. Бұл тек қана бастамасы. Әлі де мектеп ұжымымен және осы бүгінгі күн осы Аққулы елінде болып жатса, өткізіп жатса осы шара. Келесіде осы мектеп оқушыларымен және Бұхар жырау музейіне сол жаққа шығып, мектеп қабырғасынан оқушыларды шығарып, қызықты ақпараттар беруді мақсатымыз бар еді. Және осы кітапханада арнайы бұрышы бар, және тарихи мұра орталығында Всеволод Ивановқа арналған бізде ақпараттық бұрыш қызмет етуде. Ауданның барлық мектептерінде, барлық кітапханаларында бүгінгі күні кітап көрмелері және басқа да ақпараттық құжаттар барлығы дайындалып әзірленген. Сондай-ақ шараға Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейі арнайы келіп көрме ұсынды. Онда жазушының өзі қолданған қарандаштары, ерте кезде жазған ашық хаттары, замандастарымен түскен фотосуреттері қойылған. Біз енді осы бүгінгі кешке арнайы Всеволод Ивановтың біздің музейіміздің қорында бар заттарды әкеліп отырмыз. Бұл қордыға ерте кезде осы музей ашылғанда тапсырылған әкелінген жинақтар. Оның ішінде осы Всеволод Ивановтың өзі қолданған баспа машинкасы және де ол кісінің қол жазбалары, содан соң өзінің кезіндегі хобби ретінде жинаған коллекциялардың ішінен бұл минерал тастардан біраз тастарды әкеліп отырмыз. Және де ол кісінің өзінің он саусағынан өнер тамған адам болған, өзінің қолынан жасаған желкенді қайық, сол сияқты қобдишақ, кішкене ағаштан жасалған осындай заттарды әкеліп көрме ретінде қойып отырмыз. Әр елді мекен жердің өзінің ірі тұлғалары, батырлары, өзінің жаңағыдай ақын жазушылары, сол сияқты өнер майталмандары болады. Оның бәрін түгел осы елден шыққан атақты адамдарды осы елдегі жас ұрпақтарға көрсетіп, білдіріп жету міндетті түрде деп өзім ойлаймын. Қазіргі таңда аудан орталығында Всеволод Ивановтың атындағы көше бар. Мектеп оқушылары шара барысында мол мағлұмат алды. Оларға бейнеролик көрсетіліп, буклеттер таратылды. Қымбат Садық, Алексей Михедов, ертіс ақпарат, Аққулы ауданынан.